Міне қадірменді достар, біздің көптен күткен, жалпы мұсылмандардың көптен күткен қасиетті Рамазан айына да келіп жетіп отырмыз. Баршамыздың құлшылық ғибадаттарымызды Алла Тағала қабыл қылсын, отбасыларымызға береке берсін. Жалпы бұл айда, Рамазан айында адамның жақсы жаққа өзгеруіне көптеген септігін тигізетін берекелі ай. Адам баласына жалпы бұл өмірде кез келген адамға, кәсіпкер болсақ та, басқа қызмет жасасақ та, адамға керек нәрселердің біреусі бастаған ісімізді аяғына дейін апару, яғни оған адамға не керек? Сабырлық керек. Бізді сондай сабырлыққа тәрбиелейтін, сабырлыққа үйрететін сондай бір қасиетті айлардың бірі осы Рамазан айы. Және де кез келген істі аяғына дейін апаруға, яғни шыдамды болуға тәрбиелейтін осындай Рамазан айы. Алла Тағала баршамыздың құлшылықтарымызды қабыл қылған болсын, кәсіптерімізге береке берсін. Кәсіпке ниет қылып жүрген бауырларымызға дұрыс шешім қабылдауды осы айда дұрыс жаққа қарай, жақсы жаққа қарай өзгеруді нәсіп етсін дейміз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашанда жақсылықта, аманшылықта бас қосайық. Алла Тағала баршамыздың кәсіптерімізге береке берсін. Аманшылықта жүздесе берейік бауырлар. Қабыл болсын баршамыздың ниеттеріміз, құлшылық ғибадаттарымыз.